Төменгі жақ мандибула деп аталады. Денесінен және тармақтарынан тұрады. Төменгі жақ жалғыз қозғалмалы сүйек болып табылады бас сүйегіндегі. Денесі корпус мандибула, тармағы рамус мандибула. Денесінің негізін және альвеолярлық бөлігін ажыратамыз. Альвеолярлық бөлігінде төменгі 16 тіс доғасы орналасатын ұяшықтар анықталады. Денесінің сыртқы жағында екі шығыңқысын және латералды тесіктерді көреміз. Протуберента менталис, форамен менталис деп аталады. Тармағына келетін болсақ, тармағы екі өсіндісі бар, айдаршықты өсіндісі және тәждік өсіндісі. Процессус кондилярис, процессус короноидус дейміз. Екі өсіндінің арасында төменгі жақ ойыға болады. Сосын төменгі жақ тесігін ажыратамыз. Тармағы мен денесінің қосылған жерінде төменгі жақ бұрышы болады. Ангулус мандибула деп аталады. Бұрыштың сыртқы жағында шайнау бұдыры анықталады, шайнау бұлшықеттер келіп бекінетін. Ішкі жағында қанат тәрізді бұдыры болады. Қанат тәрізді бұлшықеттер келіп бекінеді.